Сәлем достар, арнама қош келдіңіз. Қағбаның тарихы. Қасиетті Қағба Әл-Харам мешітінде орналасқан. Қағба Алла Тағаланың жер бетіндегі алғашқы үйі. Ол туралы Құран кәрімде, шындығында жер бетінде адамдар үшін құлшылық орны ретінде ең алғашқы салынған үй Беккеде, Меккенің көне аты. Ол құт берекенің қайнар көзі, күллі адамзатты тура жолға бастаушы һәм бет бұратын құбыла. Әл-Имран сүресі 96 аят. Қағбаның тұрғызылуы Ибраһимнің, оған Алланың сәлемі болсын, Меккеге жасаған сапарларының бірінде жүзеге асқан еді. Сол кезде Ибраһим, оған Алланың сәлемі болсын, ұлы Исмаилға: "Ей балақайым, Алла маған бір бұйрық берді", дейді. Ол: "Уа әке, Раббың бұйырған нәрсені істе", деді. Ибраһим: "Сен маған көмектесесің", дейді. Ол: "Әрине", дейді. Ибраһим: "Алла маған осы жерде Алла үшін бір жай соғуымды бұйырды", дейді. "Мен сенімен біргемін", дейді Исмаил. Ибраһимге періште келіп, Қағбаның орнын көрсетті. Сол уақытта Ибраһим мен Исмаил үйдің, Қағбаның іргетасын көтере: "Раббымыз, бізден қабыл ал, расында сен қалтқысыз естуші, бәрін білушісің. Раббымыз, екеумізді өзіңе бой ұсынушы ет, ұрпақтарымыздан да өзіңе бой ұсынушы бір үммет ете көр. Әрі бізге ғибадат рәсімдерімізді, қажылық амалдарымызды көрсетіп, тәубелерімізді қабыл ал. Әлбетте, сен өзің тәубені қабыл етуші аса мейірімдісің. Раббымыз, ұрпағымыздың ішінен оларға аяттарыңды оқитын, кітапты әрі хикметті, өзінің сүннеттерін үйретіп, оларды тазартатын бір елші жібергейсің. Расында, сен аса үстем, өте данасың", деп жалбарынады, дейді. Бақара сүресі 128-129 аяттар. Ибраһим мен Исмаил Қағбаны тұрғызуды бастап, қазіргі қара тас тұрған бұрышына жеткен кезде, Ибраһим сол бұрыштың ерекше болуын қалады. Сөйтіп ол Исмаилға: "Маған осы бұрышқа лайықты бір тас әкел", деп бұйырды. Исмаил: "Мен шаршап тұрмын", деп жауап қатады. "Орныңнан тұр", дейді Ибраһим. Исмаил орнынан тұрып, тас іздей бастайды, бірақ ол лайықты тас таппай қайтады. Кенеттен сол бұрышқа бір тас қаланып, Ибраһимнің құрылысты жалғастырып жатқанын көрді. Ол: "Уа әкетай, бұл тасты саған кім әкелді?" дейді. "Ол маған оны шаршамайтын Жәбірейіл алып келді. Бұл жәннаттан келген тас", деді. Ол туралы деректерде ол алғашында ақ тас болған, сосын қарайған, оны қарайтқан адам ұрпағының күнәлары деп айтылған. Сонымен Қағба құрылды. Ол лай балшықсыз жалаң тастармен тұрғызылды. Оның биіктігі Ибраһимнің бойына жеткен кезде ол тастарды қалай алмай қалды. Сонда ол ұлына аяқ қойып құрылысты жалғастыратын бір тас әкелуді бұйырды. Ұлы бір тас алып келді. Ибраһим тастың үстіне жалаң аяқ тұрған кезде аяқтарының ізі тасқа басылды. Ибраһимнің мақамы дегеніміз осы. Ибраһимнің мақамы Қағбаға тақау жерде болатын. Қажылыққа келген адамдар Қағбаны тауаф еткенде сол жерде қатты сығылысып, Құранда баян етілген Ибраһимнің мақамын көру үшін бір-біріне зиян келтіретін жағдайлар жиі кездесетін. Сондықтан Омар ибн Әл-Хаттаб, Алла оған разы болсын, сахабалардың келісуімен оны орнынан жылжытып, қазіргі орнына қойған. Сонымен үй құрылып біткенде Алла Тағаладан Ибраһимге: "Адамдарды қажылыққа шақыр" деген әмір түсті. Ибраһим: "Уа Раббым, менің даусым жетпейді ғой", дейді. Алла Тағала: "Ей Ибраһим, саған тек шақыру керек, ал оны жеткізу бізге тән", деп үн қатты. Хаж сүресі 27 аят. Сонда Ибраһим Арафат тауына көтеріліп, сол жерден адамдарды Алланың қасиетті үйіне қажылық жасауға шақырды. Сол кезде Алланың кереметі мен оның даусы барлық адамдарға жетті. Сондай-ақ Алла Тағала адамдардың жүрегіне Қағба мен оның қажылық жасауға деген махаббатты екті. Сонымен адамдар бүкіл дүние жүзінен Алланың үйіне қажылыққа келе бастады. Осылай Қағбаны қажылық жасау және оны
құрметтеу мұсылманшылықтың қасиетті дәстүріне айналды. Әл-Харам мешіті. Жер бетіндегі ең әуелгі мешіт ол Мекке қаласында орналасқан Әл-Харам мешіті. Бүкіл мұсылмандардың құбыласы осы мешіт болып табылады. Алла тағала көктер мен жерді жаратқан күні бұл мешітті қасиетке бөледі. Қияметке дейін осы қасиеттілігін еш жоғалтпайды. Ал енді артықшылығына келетін болсақ, пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын айтады: Әл-Харам мешітіндегі бір намаз басқа мешіттегі 100 000 намаздан абзал. Имам Ахмад. Мысалы, Әл-Харам мешітінде бір намаз оқитын болсаңыз, әр оқыған намазыңыз 100 000 намаз деп жазылады. Бұл 55 жыл, 6 ай және 20 күн оқылатын намазбен тең. Әл-Харам мешітінің өзге мешіттерден айырмашылықтарының бірі, бұл мешітке кіргенде Қағбаны айналып тауаф жасау мешіттің сәлем намазының орнына жүреді. Ол сәлем намазынан да абзал. Әл-Харам мешітіне күніне бірнеше рет кіретін адам бір рет қана сәлем тауабын жасаса жеткілікті. Ал мешітке кірген кезде парыз намазына қамат айтылған жағдайда алдымен намаз оқып, содан кейін тауаф жасауға болады. Ал егер адам ауру немесе шаршаған болса, сәлем тауабының орнына 2 рекағат сәлем намазын оқуына болады.